Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Өте тез, оңай дайындалатын кешкі аспен бөліскім келді. Ол үшін 500 грамм капустаны көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз соломка етіп. Құрметті көрермендерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Ораза Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, ұстаған жандар. Капустамызды турап дайын болды. Ыдысқа салып, 3 жұмыртқаны араластырып, жұмыртқаға кішкене тұз қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Біркелкі араластырып аласыздар. Ораза кезінде кешкі асқа өте жеңіл тағам болып саналады. Мини пицца десек те болады екен. Жұмыртқаны капустаның үстіне құйып, жақсылап мыжып араластырып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз салсаңыз да болады. Мен көп тұз салмадым. Дайын болды. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, капустамызды саламыз. Біркелкі етіп орналастырамыз капустаны. Орташа отта бетін жауып 5 минуттай пісіреміз. Оға дейін шұжығымызды дайындаймыз. Шұжық қосса да қоспаса да болады. Мен балалармен жейтін болғаннан кейін шұжық қостым. Кішкене 200 граммдай. Шұжығымызбен сырымыз дайындап аламыз. Сыр 200-250 грамм. Үлкенірек көзді теркадан өткіземіз. Пісті. Енді келесі бетін үстіп тарелкамен ауыстырып аласыздар. Аударып. Екінші бетін отқа пісіреміз. 5 минут. Сосын өз қалауларыңыз бойынша соус мен кетчуп пен майонез араластырдым. Жақсылап жағып аласыздар. Енді шұжығымызды орналастырамыз. Өте керемет дәмді болады екен. Құрметті көрермендерім, жасап көруге кеңес беремін. Кешкі асқа өте жеңіл. Барлығын осылай орналастырып аласыздар. Енді бетіне сырымызды саламыз. Бетін жауып, сырымыз ерігенше дайын болды. Бетін көк шөптерден сеуіп әрлесеңіздер болады. Дайын болды. Мини пицца десек те болады. Өте керемет болып шықты.
тамақта жеген өте дәмді болады екен. Баршаңызға ас болсын.